Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Асқар Алтайдың прописка әңгімесі. Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Оқу мақсатының негізінде әдеби шығарманың, фабуласының сюжетін анықтау бойынша жұмыстар жүргізіледі, тапсырмалар орындалады. Жанр әдеби шығармалардың жеке түрлері, көркем әдебиеттің салалары. Фабула дегеніміз көркем шығармада суреттелген оқиғаны ретімен жүйелеу. Сюжет өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, біртұтас желісі, шығармадағы оқиғалар реті. Асқар Алтайдың прописка әңгімесі. Прописка әңгімесін автор желтоқсанда із-түзсіз кеткендердің рухына бағыштаймын деп жазған. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Асқар Алтай 1963 жылы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданында дүниеге келген. Асқар Алтай жастар арасындағы прозашылар форумының, Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, жазушының Қызыл бөлтірік повесі, халықаралық Сорос қорының бас жүлдесі грантын жеңіп алған. Бейне сюжетке назар аударайық. Мені бәлкім әдебиетке, жалпы өнер әлеміне алып келген нәрсе менің балалық шағымның өзі мына табиғаттың ортасында өсті. Керемет әсем сұлу өңір, Марқакөл өңірі, Күршім өңірі. Содан кейін балалық шағымда ең бір ғажабы мен киіз үйде және анау Мағжан айтатын Алтын Алтайдың басында қалың қара орманның арасында сылдыраған су, сарқыраған өзен, ақбас шыңдар, Құзғынды деген атақты құс шыңның баурайы, атақты Сарытаудың кең жазира даласында өскендіктен болар. Сондықтан менің алғашқы балалық шағыма бірінші табиғат әсер етті. Екіншіден, сол кездерде қыстың күні анау қыстауға келіп түсеміз. Сол қыстауда отырған кезде менің Әдиба деген қазір дүниеден өтіп кетті, керемет әпкем болды. Сол әпкем өзі де әдебиетке құмар сондай адам еді. Сол әпкем мына мұңлық зарлық деген жырды ол кезде кішкентай мынандай қара кітап болып шықты. Сыртында мұңлық зарлық деп шықты. Сол кітапты әлі мен көрген жоқпын. Қамбар батыр жыры, сол алғашында сол мұңлық зарлықты оқып берді маған, жырмен жазылған. Сол мұңлық зарлық дастанын оқыған кезде маған ерекше мұңлық зарлық ерекше әсер етті. Сондықтан да осы мұңлық зарлықтан кейін мен ол әпкеме жылайтын болдым. Ол кезде сол шамасы сол 4 жастан асқан кезім болу керек сол. Сол 5-6 жасқа дейінгі аралықта мен қазақ дастандарының алғашқы үлгілерін түгел оқып біттім деуге болады. Әсіресе Қобыланды батыр жырын тең ортасына дейін мен жатқа білдім. Ал енді ол кезде мен хат танымаймын, бірақ әпкеме қайта-қайта оқы деп, өзімнен үлкен 58 жылғы ағам болды, соған оқы деп айтам. Солар қыстың күні анау каникулға келеді, ол кезде қысқы демалысқа мектептен. Сол кезде соны оқып береді әке-шешеме маған. Жаңағы әкем күліп отырады, жаңағы шешем күліп отырады. Ол кісілер, мысалы менің шешем мына Қалқаман Мамырды жатқа айтқан адам еді, шәкәрімнен. Ал әкем атақты мына Мағжанның өлеңдерін, әсіресе Қойлыбайдың қобызын жатқа айтатын. Сол секілді Мағжанның Батырбаянның алғашқы тарауларын жатқа айтып, әнмен жатқа айтып отыратын аңылда. Соны Ақбілек деп айтатын. Сол кезде сол кейіннен Ақбілектің есейе келе, жаңағы мен 6-7 класс оқып жүрген кезде мына Ақбілек деген біздің апамыз болады. Марқакөл өңірінде өскен үлкен Дариға болыс деген болыс болған деп сөйтіп сондай. Осылардың бәрі маған тікелей қолыма қалам алуыма алғашқы себептер осылардың әсері болды бәрі. Эпостық жанр енді Асқар Алтайдың прописка шығармасы, эпостық жанр, әңгіме, мұнда өмір шындығы негізінен оқиғаны баяндау арқылы көрсетіледі, көлемі шағын. Сондықтан әңгіме. Фабуласына қарасақ, яғни фабуласына қысқаша түсініктемесіне назар салсақ, 8 жылдан бері туған жері Күршімге келмеген
желтоқсан оқиғасына қатысқан Архаттың Өскемен Самар арқылы туған жеріне бара жатқаны баяндалады. Ауылға баруының басты себебі Архат Алматы қаласына пропискаға тұра алмай, тіркелетін жер іздеп туған ауылына сапар шегуі суреттеледі. Өмірден таяқ жеп, еңсесі түскен Архатты табиғаттың қатал мінезі де сыннан өткізеді. Яғни фабула дегеніміз оның қысқаша түсініктемесі екен. Сюжетіне тоқталсақ, сюжеттің басталуы ол күн зарған, түн қысқарған көкектің кәрі қызындай сылтың басы. Өскеменнен түске шыққан автобус ұлан арқылы Самарға тікелей асып, ертіс түсіп, күршімнен бірақ шығуына бел байлаған Архатты көреміз. Әңгіменің басы осылай басталып, бірнеше оқиғалар суреттеледі. Суыр малақайын желкесіне ысырып, автобустың қабырғасына шалқая отырып, Архат ойға батты. Жол ұзақ, енімде 6 сағат жүру керек. Бұл күршімге асығып әкеледі. Ең бастысы паспортқа, пропискаға отырып, 5 сом ақша тауып Алматыға қайту. Келесі бір сюжет ол 17 желтоқсаннан 21-не дейін үйінде қонған жоқ. Екі абекстермен бірге Алматыда болып деп удалауға ұшырауы. Алматыдан тіркеуге пропискаға отыра алмай, ақыры пропискаға отыратын жер ауылдан туған жерінен іздеуі. Шофер жігіт қалай жүріп жүрген жолы болғандықтан ақтүтек бұрында жол тауып келеді. Кенет сарапуз бір жағына қиқан етіп лықси беріп, бір жамбасына қарай ошарыла құлады. Ағынадан бері сыр білдірмей шыдап отырған жұрт у-шу болды. Автобустың аударылғаны осы оқиға суреттеледі. Архаттың ішкі ойы жауынгер жолдасымен орманда қалған еді. Сонда 3 күн бойы ашық алаңқай ортасында ұйқы күлкісіз күні-түні от жағып, моторды жөндеген Архат мұғалімдер даярлайтын үйісті бітірген соң армияға кетті. Міне осы кез суреттеледі. Бұл автобустың ішіндегі Архаттың өзінің ішкі ойы. Жолдас полковник ауыл совет бөлімшесінен қорқып отыр. Ешкімді де пропискаға алмаймын, деп отырған нанымнан айырыламын деп, бұл ауылға барғанда да пропискаға отыра алмай, кедергінің кездесуі суреттеледі. Сары автобустағылар Самарға сағат 7-ден аса жетті. Шофер асуды бой бермей кетіп қалған 3 жігіт жайлы тиісті орындарға хабар берді. Қызылсу жүріп жатқан ертістің арғы бетіне өте алмай, Архат күршімге күнбе-күн жете алмады. Ол ұрқақта бұлаңғытып кеткен бұлаңдай осы Самарға қайтадан қайтып келді. Міне оқиғаның соңы Архаттың өзінің туған жері күршімге жете алмай, ертіс өзенінен өте алмай, қайтадан Самарға келуімен әңгіме аяқталады. Өмірдің өзі қыспаққа алған, қиналған Архат табиғаттың да қыспағына түсіп, өзіңді қол жеткізем деген істеріне қол жеткізе алмай, сылтаяң шақта қиналыста қалғандығы суреттеледі. Әңгіме оқиғасы осымен аяқталады. Кері байланыстың тапсырмасы Асқар Алтайдың прописка әңгімесінде кездескен жер суаттарын тізіп жазыңдар. Бірнеше жер суаттары бар. Осылардың барлығын дәптерлеріне тізіп жазыңдар. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік кезек немесе электрондық почта, WhatsApp желісі арқылы жіберіңдер. Кері байланыстың тапсырмасы Асқар Алтайдың прописка әңгімесінде кездесетін жер суаттарын тізіп жазу. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.